жүзеге асыру туралы тақырыбында баспасөз конференциясын бастаймыз. Алаңымыздың спикерлерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аманжолова Айгүл Құрманғазықызы, Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары, және Есенаманова Светлана Меңдіғалиқызы, Ақтөбе облысының бас репродуктологы, жоғары санатты докторы, медицина ғылымдарының кандидаты. Регламентке сәйкес спикердің баяндамасына 15 минут беріледі. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарға көшеміз. Согласно регламенту, на доклад спикера отводится 15 минут. После завершения доклада перейдем к вопросам журналистов. Просим участников пресс-конференции соблюдать регламент, не прерывать спикера. Айгүл Құрманғазықызы, алғашқы сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері және қатысушылар. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында республика деңгейінде аңсаған сәби бағдарламасы 2021 жылдан бастап жүзеге асырылып келе жатыр. Осы бағдарлама аясында бүгінгі күнге дейін облыстағы 1527 жұпқа мемлекеттік квота экстракорпоральды ұрықтандыру бағдарламасына берілді. Ол квотаның ішінде 269-ы осы үстіміздегі жылы бөлінді. Осы бағдарлама аясында пациенттер өздерінің таңдаған 19 орталықтарында экстракорпоральды ұрықтандыру жүргізілді. Оның ішінде 37%-ы өзіміздің облыстық перинатальды орталықтың экстракорпоральды ұрықтандыру орталығында жүргізілді. Бүгінгі күні осы бағдарламаның нәтижесінде 448 бала дүниеге келді. Олардың арасында 26 егіз және 1 үшем бар. Бүгінгі таңда 71 әйел жүкті. Жыл аяғына дейін бұл квота бөлу алдыңғы жүкті бақылауда жүріп жатыр. Ағымдағы жылға квота бөлу ол және алдыңғы криопротоколдар жалғасуда, яғни жүкті әйелдер саны көбірек болады деп отыр. Бұл бедеулік мәселесін шешуге жасалған үлкен жетістік деп білеміз. Ақтөбе облысында қосалқы репродуктивті технологияларды дамыту аясында маңызды жұмыстар атқарылып келе жатыр. 2017 жылы облыстық перинатальды орталықтың базасында экстракорпоральды ұрықтандыру орталығы жұмысын бастады. Барлық жабдықтармен, қажетті жабдықтармен және мамандармен қамтамасыз етілді. Заманауи жабдықтар және бұл орталықта көптеген жұптар бала сүюге мүмкіндік алып отыр. Біздің ауданымызда, яғни біздің облысымызда тек облыстық перинатальды орталықта ғана бұл бағдарлама жүзеге асырылуда. Осы туылған балалардың 36%, яғни 162-сі осы орталықта дүниеге келген. 2026 жылға да денсаулық сақтау министрлігі тарапынан біздің облысымызға 311 мемлекеттік квота бөлініп отыр. Рахмет. Ары қарай сөз кезегі Светлана Меңдіғалиқызы, өзіңізге беріледі. Осы біздің орталығымызда барлық репродуктивтік технологиялар жасалады. 2017 жылы бірінші эко-иксиді жасадыңыз. Қазіргі біздің балдарымыз 24 жылы мектепке барды. Біздің орталық экода, иксида, ауыр ер адам бедеулігінде пикси және мына өте жақсы криолаборатория, криоконсервация сперматозоидтардың, аналық клеткілердің, эмбриондардың жасайды. Одан басқа инсеминация жүргізіледі және ол көмектің бәрі мына осмос арқылы жасалады және осы өз бетімен жасайым деген жағдайда өзі ақшаға да жасауы мүмкін. Енді осы мына мәселеге келгенде айтқым келеді, бедеулік деген мәселе, ол деген мына өте үлкен көмекке қарамай, қараңызшы, бұрын мына аңсаған сәби бағдарлама болмағанда біздің регионға тек қана 45-50 квота бөлінетін. Сонда мына эко емдеу адамдар өте көп болып, ол 1-3 жылға дейін күтетін еді. Қазіргі уақытта жыл сайын біздерге 300-311 квота бөлінеді. Сол себептен ондай күту жоқ. Және осы мұндай жағдайлар болады. Ең маңызды ол бедеулігі бар отбасылар диспансерлік учетқа тұрып, осы месте болған жағдайда, осы тіркеуге тұрған кезеңнен бастап уже экоға көрсеткіш бойынша бару
қазіргі уақытта бара алады, себебі ондай күту керек емес. Сол себептен осы бағдарлама біздерге өте үлкен көмек болды. Енді мына квота бойынша экоға барам деген адамдар міндетті түрде ОСМС-те болу керек және диспансерлік учетқа өз емханада тұру керек. Біздің орталықта мына облзақ приказымен комиссия жүргізеді, көрсеткіш бойынша оларға квота бөлінеді. Қазіргі уақытта айтқым келеді, мына квота беруге қарама-қарсы көрсеткіштерді болады. Енді мына эко бойынша, икси бойынша емдеудің нәтижелігіне келсек, қараңызшы, ол нәтижелігі мына жасына сай болады. Қазіргі уақытта мына квота алған отбасыларда жүктілік болу нәтижесі 33% пен 40% арасында жыл сайын болып тұр. Ол не себептен? Оның бір себебі осы орташа жасы қандай болады? Егер де жастау болса, 33-34 болса, орташа жасы экоға барған адамдардың. Мына тәжімділігі эконың 35-40%-ке келеді. Егер де орташа жасы 35-36 жас болып қалса, нәтижесі 33%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Сол себептен біздің бүгін көңіл аударатын сұрақтарымыз ол өз уақытта дәрігерге барып, өз уақытта ем жүргізген. Және айтқымыз келеді, осы біздер айтамыз ғой, қазір диспансерлік учетта 1400 әйел бедеулікпен тұр деп. Бұл деген тек қана міне экомен емделетін әйелдер. Егер де шын мына көрсеткішке келсек, ол бедеулік деген не екенін түсінуіміз керек. Ол бедеулік дегеніміз ол егерде мына тұрақты жыныс қатынасы бір жылда болып жүктілік болмаса. Сол себептен дүние жүзі мына ВОЗ деп айтады. Әрбір репродуктивтік жастағы адам, әйел болсын, ер адам болсын, әрбір 6-шы адам өз өмірінде бедеулікпен кездесіп, бедеуліктен емделді деген сөз. А біздің Қазақстанда біздер айтамыз, 16-17% отбасыларының мына бедеулікпен кездеседі. Сол себептен біздердің айтатынымыз, егер де бір жылдың ішінде жүктілік болмаса, өз емханадағы, болмаса өз дәрігер-гинекологтарға барған өте дұрыс. Себебі, қараңызшы, мына приемға барған кезде бедеуліктің себебінің 33% эндокриндік себеп болып тұрады. Сонда дәрігерлер өз уақытында эндокриндік себепті протокол бойынша овуляция шақыратын дәрілермен, лютеиндік фазасын жақсартатын дәрілермен бергенде 70%-60% жүкті болады. Бөтен себептерге келгенде де түтіктік себебі болсын, жатырлық себебі болсын, мына консервативті, эндоскопиялық, хирургиялық емнен кейін жүктілік пайда болады. Егер де сол ем жасағанның нәтижесінде бір жылдың ішінде жүктілік болмаса, міндетті түрде экоға барған дұрыс деп айтамыз. Және мына ем алғанда ол адамның басында осындай ой болу керек. 35 жасқа дейін жүктілік болудың эффективності жоғары. 35 жастан кейін ол кеш репродуктивтік кезең. 40 жасқа келгенде мына клеткалерде анауплазия, хромосомдық өзгерістер жоғары болады. Сол себептен барлық орталықтар, дүние жүзі орталықтар айтады, 42 жастағы экудің жүктілік болудың емінің эффективності 28%-дан төмен болады. 25-22 ол өзінің резервіне сай. Сол себептен бүгін біздердің айтатынымыз, біздің регионда 3 эко орталық бар. Соның ішінде мына ОСМС бойынша тегін жасайтын, осы 5 жыл біздер тегін ОСМС бойынша жасап тұрмыз. Барлық диагностикалық, барлық ем әдістерін. Сол себептен өз уақытында, өз емханаға барып, ОСМС-қа тұрсаңыз, барлық
диагностиканы, барлық емді ОСМС арқылы алуға болады. Және мен айтқым келеді, осы регионда ең жақсы андрологиялық лаборатория біздерде, себебі біздің эко-орталықта ішінде генетическая лаборатория, андрологиялық лаборатория бірге жұмыс істейді. Сол себептен спермограммадан басқа, мартесттен басқа ол иммунологиялық себебін анықтайтынында спермограмма дұрыс болып, жүктілік болмаса, мартесті жасағанда ол иммунологиялық бедеулік барын анықтауға көмектеседі. Біздерде спермаға генетикалық хромосомдық фиш бойынша исследование жасаймыз және ДНК фрагментацияны анықтаймыз. Ол деген өзгерістер, спермадағы өзгерістер көбінде мына дамымай қалған жүктілікті себебін табуымыз мүмкін, және бедеуліктің себебін табуымыз мүмкін. Біздің орталықта андрологтар жұмыс істейді, репродуктологтар, эмбриологтар дәрежесі жоғары, сол себептен бәрі көмекті көрсете аламыз. Баяндамалар аяқталды. Өздеріңіз сұрақтарыңыз болса, если есть вопрос. Да. Значит, я хочу сказать, что наш экоцентр – это единственный центр сейчас в нашем регионе, в Актюбинской области, который выполняет квотные программы. То есть проводит лечение бесплодия по квотам, выделяемым ежегодно с республики, согласно плану. Обычно у нас это примерно 300-311 квот в год, в этом году было 269 квот, но общее число квот позволяет сказать, что в среднем 300 квот выделяется. Получая эту квоту, каждая семейная пара может выбрать экоцентр, где они хотят делать это эко. У нас 19 экоцентров в Казахстане, из 33 прошли специальную оценку и имеют право проводить эко, потому что их показатели являются приемлемыми и равны средним показателям по стране и международным показателям. Среди них наш экоцентр. В нашем экоцентре проводятся все методы диагностики и лечения, в том числе эко, икси, пикси при тяжелом бесплодии. Очень сильная криолаборатория. Мы проводим стимуляцию и замораживаем яйцеклетки, сперматозоиды, эмбрионы, которые семейная пара или девушка, которая достигает уже 35 лет и не планирует замуж, может сохранять эти яйцеклетки, потому что, возможно, она выйдет замуж в 42 года и у нее возникнут проблемы с беременностью. Кроме того, мы проводим инсеминации, причем мы проводим лечение как бесплатно в рамках ОСМС. Для этого человек должен быть обязательно застрахован и получить направление со своей поликлиники, где они прикреплены. И делаем, конечно, это все и на платной основе по выбору самого пациента. Я хочу отметить, что у нас очень сильная андрологическая лаборатория, потому что она честно работает с генетической лабораторией, которая тоже сосредоточена в нашем перинатальном центре. Что мы на сегодняшний день делаем, кроме спермограммы и мартеста, который на сегодняшний день для диагностики мужской формы бесплодия просто необходим. Бывает такое, что спермограмма в норме, но мартест высокий. Иммунологическая причина бесплодия, мы говорим, потому что вокруг головки сперматозоида есть оболочка, которая не дает проникнуть в яйцеклетку. Кроме этих исследований, мы делаем исследования сперматозоида и выявляем, нет ли в сперматозоиде хромосомных структурных изменений или других изменений, и делаем ДНК-фрагментацию. Все это выявляя, у нас есть андрологи, мы назначаем лечение. Таким образом, у пациентов, у которых невынашивание, очень частые записи беременности до 12 недель, не только при бесплодии, мы выявляем причины. Кроме того, существует бесплодие, причиной которого являются хромосомные структурные нарушения у самих пациентов, у мужчины или женщины. У нас генетическая лаборатория позволяет и их выявлять. Поэтому мы говорим о том, что приказом областного управления здравоохранения комиссия по выделению квоты тоже работает в нашем центре, поэтому для получения квоты каждый человек в обязательном порядке должен быть застрахован, обратиться в свою поликлинику и встать на диспансерный учет. Это очень важно. Затем получить обследование согласно ОСМС бесплатно. Затем получить направление к нам, к репродуктологу, который осмотрит и скажет, есть ли еще возможности забеременеть до эко или эко показано. Если мы говорим эко показано, прописываем по системе Даумед дальнейшее обследование для выделения
квоты, и после полного обследования поликлиника направляет вашу выписку в комиссию, она тоже заседает у нас, и мы выделяем эту квоту. После этого пациенты, семья выбирает сами, в какой экоцентр из 19 экоцентров они хотят поехать. 37% из 1500 с лишним 27 семей, которые прошли эко за это время, 37% выбрали именно наш экоцентр. Эффективность нашего экоцентра, значит, по наступлению беременности, в зависимости, я вам говорила, от разных факторов, в разные годы колеблется от 33 до 40%. По рождаемости от 20 до 32%, что соответствует общему средней эффективности, которая у нас в стране. Спасибо. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, достаточно ли квот для нуждающихся? Спасибо. Значит, я хочу сказать, вот раньше было недостаточно, и очереди были 3 года. Я хочу обратить внимание, что на самом деле эти 319 квот, там 311 квот, которые нам выделяются, они должны быть по идее недостаточны. Но для нашей области они достаточны. И сейчас практически не возникает вопросов по очереди. У нас нет фактически очередей. В конце каждого года каждая поликлиника просматривает своих диспансерных, потому что они должны стоять на диспансерном учете, и определяет с ними, кто из них претендует на квоту. И если у них в начале года, в течение года появляются новые желающие пациенты, их берут на диспансерный учет, и практически они в этот же год, если у них длительность бесплодия или авариальный резерв угрожаем в связи с тем, чтобы их откладывать на следующий год, они получают эти квоты. Проблем фактически на сегодняшний день нет. Благодаря именно тому, что была внедрена программа Ансаган Саби вот 5 лет назад. И если раньше на страну было 1000 квот, а на нашу область 45-50, то на сегодня, в течение 5 лет, благодаря этой программе и на следующий год так будет, на страну выделяется 7000 квот, а нашей области чуть более 300 квот. Вопрос. Скажите, какие современные методы и технологии считаете необходимо ввести в нашу область, чтобы повысилась эффективность? Вот смотрите, у нас фактически все технологии есть, но сейчас бывают вот такие новые растворы применяются. Например, кальций ионофор при мужском бесплодии. Да? Он повышает эффективность экопрограммы. Конечно же, мы сразу же провели, закупили и применяем его при мужском факторе бесплодия. Почему мы вводим моментально все новые технологии? Дело в том, что возможность получить право выполнять экопрограммы по квоте зависит от той эффективности и того, что мы получаем в результате. Поэтому все новые технологии, новые растворы, новые методики, которые необходимы, мы изучаем ежегодно и стараемся внедрять. Что хотите сказать парам, которые задумываются, идти или не идти? Я хочу сказать парам, которые задумываются. Первое, как только вы задумались о беременности, вы должны идти на свой участок и пройти обследование, получать витамины, фолиевую кислоту в частности, чтобы посмотреть, в течение этого года будет у вас беременность или нет. Если же беременности в течение года не случилось, говорить мы молоды, мы здоровы, особенно тем, у кого в анамнезе нарушение менструальных функций, особенно тем, у кого в анамнезе операции в малом тазу, особенно тем, у кого в анамнезе ставили эндометриоз, болезненные менструации были. Не надо ждать даже года. Вы должны быть постоянно под контролем врачей. И вот когда в течение года у вас не было беременности, вы своевременно приходите к врачу, до применения эффективность лечения очень высокая. Вот почему у нас маленькая диспансерная группа, смотрите, всего 1400 на всю область. Но дело в том, что они все, получая консервативное или эндоскопическое лечение, да, большая часть наступает беременность. Но если в течение 2 лет, года, когда вы получаете интенсивное лечение, либо после лапароскопии, гистероскопии, вам сказали, авариальный резерв позволяет еще ждать год, беременность не наступила, срочно идите к нам. Вообще мы сейчас требования современные, когда гинекологи вас на участке начинают обследовать, лечить, они в обязательном порядке, это же все бесплатно, все по дому, все в рамках СМС направляют к нам, и мы с вами говорим о возможности длительности и вашем авариальном резерве. И тогда мы совместно с
участками четко вырабатываем план оздоровления. Еще вопросы? Сравнение. Айгүл Мұрағатқызы, сізге біздің облыстың әзірше денсаулығы жақсы алға келе жатқанына нәтижесі республикалық әжелі медициналық журналынан осы 5 жылдың ішінде өте жақсы осы аңсаған сайын бойынша көрсеткіш республика бойынша да біздің облыста енді осы біздің жақсы мамандардың кәсіби білгірлігін тәжірибелерін ынталандыру жаңағы қалай десем болады атақтан қосыну деген сияқты бір мотивация тапсырыла ма ол Әрине, рахмет сұрағыңызға. Денсаулық сақтау басқармасы әр маманды жеке бағалайды. Әр саладағы мамандар түсер үшін өте қымбат. Сондықтан бұл салада жұмыс жасап жатқан мамандардың еңбектері елеусіз қалып жатырған жоқ. Әрбір мереке күндері болса да өзіміздің алғыс хаттарымызды, марапаттауларымызды беріп жатамыз. Дегенмен жұмыс орындарда, жұмыс мекемелердің басшылары тарапынан өздерінің дифференциалдық ақы төлеу деген болады ғой. Сол жағынан да қолдаулар көрсетіліп жатады. Осы былтырдан бері Қазақстан Республикасы еңбек дәрігерлер жақсы атап шықты. Соған ойлаймын біздің мамандар алдағы уақытта себебі менің осы тақырыпқа жүргенімді білесіз ғой, 10 жылдан бері енді республика бойынша салыстырмалы ақпараттар барлықтарына сонда біздің мамандардың көрсеткіші жетістіктері әлдеқайда жоғары. Ескерілетін болады, рахмет. Басқа сұрақтар болмаса, баспасөз конференциясы